Кешар эфирде Ақ мама бағдарламасы. Бұл Қазақстанда бұрын соңды аналогы болмаған тұңғыш жоба. Баласының бақыты үшін бәріне дайын, ананың өлшеусіз еңбегін, жарқын бейнесін айшықтайтын реалити-шоу. Біз еліміздегі үздік аналардың болмысын ашып, кіл мықтының ішінен ең мықтыны бірге анықтайтын боламыз. Және жеңімпазға көздің жауын аларлық Ақ мама алқасын тағамыз. Ендеше, бүгінгі бағдарлама қатысушылармен жақынырақ танысайық. Оның жұдырығынан жігіттер де үркейді. Боксшы мама Баян Ақбаева. Кезінде тәулігіне кемі 6 сағатын залда өткізетін спортшының қолында енді 6 айлық баласы бар. Баянның пікірінше, баланы спорт пен тәртіпке туғаннан тәрбиелеу керек. Енді біз спортшы болғаннан кейін, мен және менің жолдасым, баламның әкесі спортшы болғаннан кейін, біз баланың жақсы өсуіне, дұрыс тамақтануына, дені сау болып өсуіне біз қатты қадағалаймыз және де мән береміз. Киноға кейде жатып та түсетін мама Қаракөз Сағынтай. Күйеуім жоқ болғаннан кейін амал жоқ емес, енді мен өзімнің рахатым үшін істеймін ғой жұмысты. Сол үшін мен өзімді сол үздік ана деп санаймын, сонда еңбегім үшін. Актриса ана рөлін үздік сомдап жүргеніне сенімді. Өйткені жалғыз қызымен барлық мәселені ашық талқылайды, жігіттер жайында. Андай, маған шоколадтап берсеші деген сияқты кішкене болу керек та, иә? Сен екен қызсың. Телефонын қолынан тастамайтын блогер ана Әсел Секімбай. Ол тірлігі мен тіршілігін сүріп, аккаунтына салудан шаршамайды. Қосылдың анасы үшін бұл өмірдегі ең қымбат нәрсе – ол сіздің лайк. Балабақша тәрбиешісі Мөлдір Көшекбаева. Төрт баланың анасы ешқандай қиындықтан қорықпайтынын айтады. Сынақ тек батыл жандарға беріледі дейді. Жоба шартына сәйкес 4 ана бір-біріне баға береді. Бала тәрбиесі, үй шаруашылығы өзін дамытуы бойынша. Ол үшін бағдарлама қатысушылары бір-бірінің үйіне барып, бәрін біліп алуы тиіс. Ең көп ұпай жинаған әйел жеңімпаз болып, Ақ мама атағын иемденеді. Ендеше аналарымызды ортамызға шақырсақ. Көрермендердің естеріне салатын болсам, осы уақытқа дейін біз Қаракөз ханымның және Баян Ақбаеваның үйінде болып танысқан болатынбыз сіздермен. Әрине, аналар өз бағасын берді, ал бүгінгі кезек Мөлдір Көшекбаевада. Вау! Мен Көшекбаева Мөлдір Айтжанқызы. Жасым 34-те. Мамандығым тәрбиеші. Және бір санын әркім өзі қалаған санын салса болады. 4-ке дейінгі сандарды түрлі түсті тастармен әдемілеп салып шығамыз. 4 балам бар, ең үлкен балам 12-ке толады, биыл Құдай қаласа қыз бала. Одан кейінгі балам 10-да, одан үшіншісін 3-ке толды, ал кішкентайым 1 жарымда. Балаларымның мінезі әртүрлі. Әсіресе мен жұмыстан келген кезде менің кішкентай қызым есіктің аузында күтіп тұрады. Бірдеңе беруім керекпін. Пәтер жалдап тұрамын, көп нәрсені экономдауға тырысамын. Жинауымыз керек біз деген сияқты.
Сондықтан балаларым айтады, мама, пицца заказ берсеңізші, пицца алайықшы деп. Мен сол жаңағы демалыс күндері пиццаны қолдан пісіріп беруге тырысамын, донерді үйден қолдан жасап беремін. Мен айтам, қызым, мүмкін үйден жасай салармыз. Балаға деген мейірім өте бөлек. Сондықтан да осы тәрбиеші мамандығын таңдаған шығармын деп ойлаймын өзім. Тәрбиешілік жұмысымда өзімнің тобымдағы балаларымды өте жақсы көремін. Әрқайсының өзінің мінездері, әртүрлі қылықтары, әсіресе қыздардың қылықтары өте күшті. Сіз бүгін, Мөлдір Айтжанқызы, сіз бүгін өте әдемісіз деп бастайды қыздар. Мама болуға лайықтымын. Мен күйеуімнің музасымын. Маған тең келер ешкім жоқ. Неге сіздің ойыңызша ақ мама атануға лайықсыз? Өйткені мен осыншама көптеген қиыншылықтардан өттім. Бәріміздің отырғанымыздың ортамызда бәрімізде де минус бар. Бәрінің де отбасында болатын ұрыс та бар, керіс те бар, жылау да бар, күлу де бар. Соның біреусіне көнбейтін адамдар бар. Сіздің мақсатыңыз сізді көріп отырған миллиондаған өзге аналарға қиындықтан қорықпауды үйрету. Қиындықтан ешқашан да қорықпау керек. Бәріне төтеп беру керек. Не болмасын ажырасам деген шешім қабылдамау. Жоқ, жоққа да барға да бәріне де көну керек. Бүгін сіз үшін жанкүйер болып отырған жан бар ма? Әрине, менің өзім енем бар. Енеңіз келіп отыр ма? Апатай, сәлеметсіз бе? Мөлдірдің енесі болғаныңызға қанша уақыт болды? 15 жылдай болды ғой. 15 жылдан астам уақыт бойы білесіз. Білем. Қандай мінездеме бересіз? Мінезі жақсы, маған да қарайды, балаларына да қарайды. Енді екі бағдарлама бойы шын айтқан кезде Мөлдірге сын айтып жатқандар да аз емес. Біздің мамандарымыз да шүйлікті біраз. Жүрегіңізге ауыр тиіп жатқан жоқ па? Кішкене тиіп қалды. Шын ниетіңізді айтыңызшы, не тілейсіз? Алға енді, алға. Намысты қолдан отырған төртеуімді алға. Рахмет. Мақтаныватсың, өнеріңді көрегенді. Ойбай, тоқта! Жайырақ, кішкене аязайш. Көріп атсың ба, ұзын-ұзын өзі. Действительно, ауырып кеттен. Барлық үйде болады ғой? Қойш, мен үйінде жоқ, дұрыс емес. Менікі, мен сатып алып кеп қойғанмын. Бүгін жоба қатысушылары 34 жастағы көпбалалы ана Мөлдір Көшекбаеваның үйіне барады. Ол сыннан сүрінбей өтіп жеңіске жететініне нық сенімді. Себебі өзімен теңдей теке тіресетін ешкім жоқ деп есептейді. Расымен солай ма? Оны Ақ мама жобасының қатысушылары дәл қазір анықтайтын болады. Қалдарың қалай? Иә, қызым ғой. Басқа үйге өріп кеттің бәрі Жоға, менімен бірге ғой, көріп тұрсыңдар ғой. Таня, киімдерді шешіңдер. Қалай келдіңдер, қыздар? Жүріңдер, сөйлетіңдер. Иә, міне бала шағамен күтіп алдым көрдіңдер. не болды? Неше күннен бері енді үйлерге барған кезде барынша мен деген шугаринг жасай алам, ананы істей алам, мен саморазвитие мықты деп сөйтіп айтқан енді. Жасап берді, мен сұрадым. Мақтаныватсың, өнеріңді көрегенді. Бізде қарайық енді. Мақтанып жатырсыз деп айтарсыз мүмкін. Кіре сап бізді шугаринг жасаған, мен қыздар деп көрсеткен ұнаған жоқ. Енді біз қонақпыз ғой, кішкене келгеннен кейін күтіп алу керек, дастарханға отырғызып, шайын тамағын беріп барып көрсетсе болар еді. Просто ол кіргенде біртүрлі болып қалдым да, жаңағы шугаринг кеңесе. Мен енді кішкене шыдайын дедім, үндеген жоқпын. Соны шугарингті қарап отырдық, сол қарнымыз ашып. Наны бар ғой, наны кішкене жоғары былай қарата. Гинекологқа барасың ғой сондай. Иә, сондай төсеп қойды. Иә, төсей бастады. Енді өзім шошып кеттім, қазір тудырып жіберем ананы құрсын деп.
бірақ ондай болған жоқ енді почти сондай болды ғой, шыңғырып, кім деген Әсел деген шыңғырып. Аяқтың не қылатыны ғой, не дейді? Воспаление снимать етпейді, майлылығын сондайды алады ше, көп не қылмайды. Шермеген 7 айлық кезінде осыны оқып алған болатын қыздар. Сосын кейін бала туған соң баламмен бірге шыға бердіңіз ба? Шыға бердім. Үшінші балам әлі кішкентай, екеуінің ортасы жақын. Бірақ жас. 6 айында мен жаңағы кішкентай 4-ші баламды көтеріп қойдым. Коляскаға балам, сал баламда күйеуім жұмысқа кеткен кезде, күйеуіме айтпаймын. Енді өзімнің ақшам ғой. Жұмысқа кеткенде балам, сал баламда жаңағы қыздарым, достарымның, подружкаларым үйіне барып жаңағы шугаринг жасап беремін. Шугаринг дегенде, мысалы, таза жерде жүру керек, иә? Тазалап, ол жерді кәдімгідей стерилизовать етіп, астына затын салып, кәдімгідей сондай жұмыс қой. Енді баланы алып бару, мен қарсы едім. Өз ойым, мен қарсымын ондайға. Менің температурам көтерілетін әдеті бар. Абайда. Не ма? Шугарингті не үшін үйрендің? Шугарингте температура көтеріледі ғой. Саған кім мотивация болды дегенсің ба? Маған күйеуім мотивация болды. Сосын мен 1-2 рет барып салонға барып жасатпаймын ба? Сында. Сосын бұның несі қояды. Жұмыс ана не қылып ғой, жабысып отыр ғой. Жабыспай, бойымда ма? Жұмыс істеп жүрген адам ғой. Значит, непрофессионально жұмыс істейді депсің. Аңғара қолым аңғара суы кетті. Ойбай, тоқта! Жайырақ, кішкене аяз айш. Көріп отырсың ғой, ұзын өзі. Действительно ауырып кетті. Кәдімгі енді менде барып жүргенім негізі мастерлар ауыртпай жасайды маған. Я люблю, когда гладко дейді ғой, а вы как хотите деген сияқты ғой. Жүн-жүн болып жүре берді. Мөлдірте, сонда мына бір процедура бар ғой, қанша минут уақыт алады? Бір процедура негізі полный, мысалы, сендермен әңгіме айтып отырмын ғой. 20 минут адамға байланысты. Сол менің күйеуіме ұнап қалды, негізі барып жасағаным ше. А сен біреуге жасағанын ұнап қалды ма сонда? Жоқ, өзіме жасағаным ғой. Салоннан жасаттым кәдімгідей. Тап-таза болып қалдың деді ма? Таза болып қалдым, күйеуім тап-таза болып қалдың деді. Шугарингті күйеуім үшін жасадым дегенше. Жоқ, үйрендім деді ма? Не істеді? Күйеуім үшін үйрендім деді. Сосын мен білесіңдер ғой, экономдадым да, сосын мен осыны оқып алдым. Өзіме де жасағанға, негізі өзіме жасына жер кішкене ауырады. Именно осы жер кішкене ауыратын жер. Именно өзіме жасаймын деп оқып алған болатын негізі мынандай. Өзіңізге ыңғайлы ма? Сөйлемей тұра тұрыңдаршы. Бизнес ашам, осымен бірдеңе айналсам деген ойым болған жоқ. Өзіңізге ыңғайлы болып тұрма сонда? Жасаған? Ыңғайлы. Емәк, күйеуіңе де жасайсың ба? Жоқ, ауырсын. Күйеуім айтады ғой, содан басқа жұмыс қырып қалды ма саған депші. Содан басқа жұмыс қырып, кірпік жабыстыру, бетті жасау деген бар ғой. Неге именно сол жөн жылу сенің мамандығың деп маған ренжиді. Мен айтам, жоқ, ол деген хобби ғой. Жай маған ұнайды. Сен осы шугарингпен тапқан ақшаң неге жетеді? Керек жарақтарыма қыздар енді бәрімізге де крем керек деген сияқты ғой. Өмірі бүйтіп жүрді, ше, маған ұнамайды ондайлар ше. Маған ұнайды, когда бүйтіп жарқырап, қыздар, там деген сияқты бір әңгімелер, бір сондай бір нелер ұнайды да енді. Негізі өзіне қарамайтын, кішкене скучный, бірақ азаннан кешке дейін аузы жабылмай, бала тәрбиесі, ол кімге қызық? Өзіне енді көп қарамайды, өз-өзін жіберіп алған, сондай. Енді ондай әйелдер кішкене еркектерге қызықсыз болады. Мөлдір ханымның өзін-өзі дамытуына 4. Қарағанда дамытып жатыр екен өзін. Басқаларды қайдан, бірақ Әселдің жан айқайы жүрегімізге бір қатты батқан сияқты. Сіздің ол өзін-өзі дамыту тек қана шугарингпен шектелмейтін шығар? Әрине. Менің өзімнің негізі мамандығым бар ғой, мен тәрбиешімін ғой. Бос уақытым болса, неге жасамасқа? Бос уақытым болса. Ал тәрбиеші болғаныңызға қанша уақыт болды? Тәрбиеші болғаныма 10 жыл болды. 10 жылдан астам уақыт? Неліктен? Не себеп болды баруға? Негізі менің мамандығым тәрбиеші емес. Мен негізі автоматизированный системаны бітіргенмін. Балабақшада қандай қызметтен бастадыңыз? Бірінші мен тәрбиешінің көмекшісінің қызметін бастадым. Заведующий дейді ғой, сол кісі бір күні шақырып алды да, Мөлдір, саған пол жуған ұнайды ма деген сияқты. Сосын мен айттым, енді ұнаса да, ұнамаса да, енді менің ол жұмысым ғой енді. Мен сол үшін, жоқ, Мөлдір, сенің деңгейің тәрбиешілікке не қылады,
сен жаңағы сырттай тәрбиешілікті оқып ал, мына отырған қыздар сені үйретеді, сен сөйтіп тәрбиеші бол деп. Содан маған тәрбиеші болған ұнады. Қаракөз, сіз Мөлдірдің өзін дамытуына қанша балл қойдыңыз? Жасырын болмаса. Маған тиіскені бар еді. Сен неге азаннан кешке дейін жұмыстасың, қызыңа қарамайсың, уақыт бөлмейсің. Сөйтсе өзі азаннан кешке дейін тәрбиеші, ары қарай шугаринг жасап кетеді. Сосын мен айтайын, сен өзіңе қарамаса шынында. Ендігі сын ол үй шаруашылығы. Шын айтқан кезде осы екі анаға үлкен осы бағытта сын айтқан болатынсыз. Енді өзінде қандай екен деген сұрақты барлығымызда қойып жатырмыз. Енді экранға назар аударсақ. Осы жерде тұрам, қыздар. Мен де күйеуім де жұмыс жасайды. Үлкендері мектепке барады. Міне мен үлкен қызым, иә. Өзі жасаған пирогын. Ой, молодец. Сен өзің бір жасамадың. Не жасадың сен? Мен түк жасаған жоқпын ғой. Мен түк жасаймаймын ғой. Қыз деген бар, Құдайға шүкір. В общем, королева үйде жүрген. Шаш деп шашыңызды тауып ғой. Өлі сен шашың жүр ғой. Өздерің шаштарын сап қуасыңдар ғой. Мөлдір тәте, бейміз ғой. Жұқа екен өзі бала қойшы. Қан? Сағаттан таптым ғой. Сіз шашты ұнатпайсыз ғой. Нау что-то негізі ұзын болған, просто сен жеп болғансың ғой жақсы. Қалай біледі да? Білмей сағат алғанда алдым. Тамақта шаш болған ұнамайды маған. Қараламаймын дейді да. Тамақ ішіп отырдық. Енді прям бүйтіп аңдып отқан жоқпыз, но өстіп тамақ жаңа салат алдымызға алған кезде мен тауып алдым ішінен. Так, сыналарды. Сіз жақсы көресіз шашты. Қара, адамнан мініздеуге болмайды, өзіңнен шықты шаш. Көрдің ба? Өткенде менен мініздеуге. Ялма екеуің бірге үшеуің салып жібергенсіңдер ғой, не деп осылай осыны. Мен көрдім. Салаттың арасында емес шығар. Мен негізі именно осы үйден шаш шығады деп ойламадым, шыны керек. Айтқан сайын бар ғой, бәрі не то шығып жатыр да. Негізі күшті келінен сендер құрттыңдар мен. Палау сәл піспей қалған, суховатый, сосын шаш тауып алдық деген сияқты. Кухнясы маған ұнады, енді өздерінікі емес қой, бірақ квартирасының ремонты жақсы екен. Қарсыластарын оңбай сынаған соң Мөлдір мұнтаздай таза болар деп ойлаған еді аналар. Бірақ оның салатынан да шаш шықты. Бұдан кейін дастарханда ұзақ отыра алмаған әйелдер үй тазалығын тексеруге кірісті. Надан басай, өшім на жері дастархан мені сүртілмепті. Но бірақ әдемі екен, е? Сана несі? Істемейді ме? Істемейді ойдың, е? Ас бөлмелеріне кіріп, шаңдарын көріп. Мынау не? Мына жерде не? Білмеймін, көріп. Шаң мені. Иә, шаң екен. Қойға дегенсің ғой. Нан арасы көшектеп. В общем, тілден бірінші орын алады, бірақ істеу жағынан. Көрсетсе ана кір ғой. Неғып көрсетпей тұрсын. Мына жақта посудасы тұр екен. Кухняда коньяк, жаңағы коньяктарың, біреусі ішілген, біреусі полный, 2-3 коньяк, вино, шампанское сондай тұр. Ондай барлық үйде болады ғой? Барлық үйде болады ғой? Қойш, мен үйімде жоқ. Мен үйімде мамалар алып қояды. Қонақтар келгенде или андай арақтан қалған арақ негізі дұрыс емес, мен арақтан қалған Балалар бар үйде. ысытып арқасылайдшы біздің үйде. Тұра тұр, мен өзім арақ қолданбаймын, арақты ішпеймін да, дастарханға да қоймаймын. Себебі бұл отбасы қоятын шығар, қайнамды. Коньякпен сүрте ма? Айтшы маған. Шок болдым, но неғып тұр, кім ішеді екен деп, еще коньяктың біреу жарысы ішілген екен. Негізі бала бар үйде арақ ұстауға болмайды. Лағман тұр. Ашып кеткен ба, әйтеуір. Мынау, короче, несі сүртілмеген айнасы. Міне. Міне, көріп тұр ма? Тазалығы қатты бүйтіп ұнаған жоқ. Вообще ұнаған жоқ. Ұнаған жоқ, короче. Ана қай апамның заманында елдер ғой. Қазақи көп екен, е? Кәжекелер 2-3. Жо, мынаны кім кет, айтшы? Қарасай мындай. Мынаны кім кет?
андай вообще мына старомодный кішкене не істеу керек қарасаңшы. Опять же сол қап-қара көйлек, опять же сол салбыраған көйлек, опять же сол прическа. Әйтеуір бит түйіп ала ма, буып ала ма не істейді, сол қалпында өзгермейтін мөлдір. Интересно, түрімізді қарап. негізі кішкене сәл реттеп қойса болады ма адамдар? Енді ол кісі таңертең кешке жұмыста болса қалай Жоқ, үйінде көреді, қыздар бар ғой. Мен сондай болып тұр ғой енді. Жай, ашуланбай аш деп. Сондай. Сенің біреулерің өзі білесің ба қандай? Бейнесін қойдым иә, көрініп. Мына дұрыс тұрмай тұр. Мынаны кішкене деп мен бір пысықтығын көрсетіп қойын. Ондай тап-таза емес, негізі біздің келетімізді білет, барлығын тап-таза қылып қойса да болар еді. Косметикаларын көрейікші. Давай, сен көрші, сен қараймын білесің деп ғой сөйтеді кішкене. ғой енді. Пакет апалар. Несі шығып тұр ма? Идеальный жерге барамыз деп ойлағанбыз енді. В общем, сынып қалған пудра. Сен андай заттардың бәрін мен лақтырып жіберемін, сразу қарасайшы, бар так, блендерге андай. Мынау да дұрыс жатқан жоқ, В общем, мынандай нәрселер негізі болмау керек, по идее. Былай жатпай ма, ну? Мынау былай жатпай ма? Өзім боянбағанын қатты түсіне бермеймін енді әселісі. Мынаны кішкене былай болса. Сіз менен қарағанда жақсы Маскаларға уже бір 2 жыл ма болған сияқты. Маскалар вроде ходите тұрмаймын, мен білуімше. Кішкене басқа үйге өріп кеттік па деген ой болды. Мына жерде шаш жатыр деп қой. Міне шаш. Міне осыны көріп алыңдаршы. Мені өзінше бір шашты өзі алып келді ба деседі ма? Ол шаш қайдан түскенін білмеймін. Енді өзім былайша сол нәрсені түсіндім да, бумеранг. Действительно бумеранг қой, былай қарап тұрсаң да, өтірік емес, ешкім шаш тастаған жоқ ол жерде. Шаң. Шашымен қылсып деген сияқты тема ғой. Міне. Өткенде шаң іздеп жүрмін. Міне шаң нақты бәрі жақ. Қатты өзі критиковать ететін адам болғаннан кейін, мен барлығы плюс, барлығы 5+ деген үйге барам деп ойлағам. Тіліне сәйкес келмейді. Тіліне сәйкес келмейді, тілі ұзынырақ екен былай. Тілі ұзынырақ, тілмен ғана жұмыс жасайды ғой, в общем. Мен үй шаруашылығына оған 2 деген баға қоямын. Осындай. Ол үйде жаңағы көріп тұрсыздар ғой, бір бөлмелі пәтер болғандықтан, сол жаңағы шифонерде маманың да киімдері тұрады. 4 баланың. Иә, 4 баламның киімдері де тұрады. Енді мынау ішімдікке келетін болсақ ше. Мен негізі дүкенге барғанда, үйге мама қонақ келеді ғой, көп қонақ келеді. Мен үйде апамыз болғандықтан үйден қонақ айрылмайды. Ашық-шашық кигеннің бәрі жаман емес деген сияқты сөз бар ғой, сол сияқты мен бұл жерде... Мен мынандай айтсам да, мен үйімде арақ тұрмайды дейсің. Арақ тұрмайды. Сен үйім өйткені бір күндік пәтер ғой ол. Бір-ақ күндік пәтер ғой. Не үшін бір күндік? Кішкентай бөпенің киімдерін көрдік, сіздің үйіңізден ренжімеңіз. Мен қызым оның кукласына киіндіріп ойнайды. Ер кісінің курткаларын көрдік үйіңізден. Сол сияқты ол үйде жалғыз мен ғана тұрмағандықтан, мен оны жоқ, ол менің затым емес, менікі, мен сатып алып кеп қойғанмын. Магазинде скидка болған жағдайда мен әкеп. Өзіңіз ішпейсіз бе? Ойбай, жоқ, құрсын. Қонақтарға ішкізесіз бе сонда? Үйге шақырған қонақтар болса да, мысалы, құдағиларымыз бар, қонаққа барамыз. Қазір мына кәде деген бар ғой, корзина деген бар ғой. Соған салып алып барамыз, оны мен... Корзинаға арақ па? Иә, ешқандай да... Өз жерде арақ тұрған жоқ. Коньяк. Кез келген адамның жеке территориясы болады. Мысалы, киімдерді, оның шкафты, пакетті ақтару ол дұрыс емес. Ол жерде мүмкін іш киімі жатқан шығар. Әрине, шаң, кухняны, холодильникті ақтарған дұрыс. Мен жеке өзім келісім бермеуші едім. Өйткені менің өзімнің жеке территориям бар. Менің өзімнің жеке аймағым бар. Мен сіз басқа адамдарды кіргізе алатын, кіргізе алмайтын. Яғни әселдің жасап жатқаны шектен тыс шығу. Жалақымыз өте аз болады. Жоқ, енді барлығын біліп отырсыңдар, соның бәрін көріп отырсыңдар. Неге онда да туа береке түсінемді? Тума деп те айтпаймын, бірақ жағдайыңыз жасап, кішкене сондай жаққа қарау керек. Үшіншісін мен күйеуім үшін туды. Ол қашпайды істеген. Тіпті баланы жылатпаймын деп баланың артында жүре бергенде менімше дұрыс емес. Манипуляция деген бар. Ол келесі жолы кез келген нәрсені солай жылап алмақшы болады. Шаршайсың ба? Балалардан кейде кетіп қалғың келе ма? Вообще, садикқа апарып тастағым келеді. Қайтып оралмасын деп. Бала отырып, мен шаршадым деген кезде ол уже бір звоночекті. Бұл жерде бізде өштену.
Эфирде Ақ мама бағдарламасы біз жалғастырамыз. Бүгін аналар Мөлдір Көшекбаеваның отбасына барды. Қонақтарға бірден гигиеналық қызмет көрсеткен ана оларға жүрек түбіне сақтаған сырын айтып, көз жасына ерік берді. Айтуынша 10 жылдан аса отауласқан жұбайы көзіне шөп салса да ол отбасын сақтап қалуға тырысқан. Өзін өзгертіп, тазалыққа ден қойыпты. Ал жобаға қатысушылар Мөлдірді күтімі жоқ келіншек деп мін тақты. Сынап жүріп сынға алынған ананың үй шаруасындағы ұқыптылығын бақылайтын сәт жетті. Ендеше экранға қарайық. 14 жылда мысалы күйеуіңіз де жұмыс жасап, сіз де жұмыс жасап жатырсыз ғой. Жарты ақшасын жинап, мысалы біз алдында айтып кеттім ғой, үйді жарты ақшасын 50%-ын төлеп, 50%-ын қалған ипотекаға алдық. Енді білесің ба, мен үкіметте жұмыс істегенде менің зарплатам 30 мың теңге болатын қыздар. 30 мың теңге зарплатамен мен 27 мың теңге мен үкіметтің зарплатасы кеше ғана ғой көтерілгені. Бір 2-3 жылдың ішінде жаңа қайта-қайта не қыла бергендіктен жалақымыз өте аз болады. Жоқ, енді барлығын біліп отырсыңдар, соның бәрін көріп отырсыңдар. Неге онда да туа берекетсің енді? Туа берді. Тума деп те айтпаймын, бірақ жағдайыңыз жасап, кішкене сондай жаққа қарау керек. Туыстарымыздың есігінің алдында баня салып қойған кезінде, сол баня қыламыз деп, сол жерде тұрдық. 1,5 жылдай сол жерде тұрдық. Мына бетінде енем, мен 2 қайын сіңілім жататын, мына бетінде мен күйеуіммен жататын. Алланың берген сынақтары шығар. Екінші рет тағы да бүйрегіммен операцияға түсіп қалдым қыздар. Екінші жағымен түсіп қалдым. Ол да сол магазинде жұмыс істеп, осы қиындықты көріп, осы Құдай маған осы қиындықты бере беріп, сөйтіп неғылған шығар деп ойлаймын. Жан аянышты бір сөздер кішкене денемізді тітеткен, көзімізге жас келді енді. Мынау үшіншісін мен күйеуім үшін туды. Өзі айтқан екен, туып бер маған. Туып бер деп айтты. Бәрі күйеуі үшін жасайды ғой, енді өзі үшін жасамайды. Менің күйеуім тастап кетпесе екен деген сияқты мақсатта жылдым да. Мен жұмыс жасап жатырмын, мен істеп жатырмын, мен барлығын істеп жатырмын, баланы мен тудым деген сияқты барлығын управлять етіп отырған әйел сияқты көрінді маған енді шынын айтқанда. Өзім ондай көрген кезінде енді аналарына еркелеп ырымындап, бір нәрсе әпермесе жерге жатып алады ғой, прям ше. Бір сондай бала болды да, ана жерде сондай несін көрсетті, қылығын. Балаларын шоколад көп беретінін көрдім, түсіндім. Баласының тісі құрттап кеткен, ол да негізі үлкен минус. Киім кигізіп қойған, сол киімде көп кір болып қалған киімдері, тырнақтары жаңағыда өсіп кеткен. Сосын балалары көбінде байқадым, анасына жақын емес, қызына жақын сияқты болып көрінді. Кайфовый дейсіз. Сен мынандай көп па? Айсұлтан, сенде мынандай ойыншық көп па? Кім әперші саған ойыншықты? Мамасы әперді. Тұн ғой сен мамаң, саған геройлар алып береді ғой. Мама көп ойыншық әпере ма саған? Көп ойыншық әпере ма, мама? Не деді? Челобек паук алып берді дейді. Негізі мен өзімді қатал деп ойлайтым, бірақ ондай емес болып шықты. Мен одан да менен де қатал адамды көрдім. Соңғы көрініс екі түрлі әрине әсер қалдырады. Бұл жағдайда мен Мөлдір түсінгенім, сіз ары қарай істі бітіру керек дедіңіз де, қызыңызға мән берген жоқсыз. Жоқ, солай тастадым да негізі көтеріп алып кеткен болатын. 8 жыл бұрын мен сол істі бітіріп, балам айқайлап, жылап тұрса да, мән бермей сол істі бітіру керек деп тұрушы едім. Бірақ одан кейін менің түсінігім бойынша бәрі үй шаруасы деген ол неважно, да? Маңызды емес. Ең маңыздысы ол сенің балаң. Соны бір рет құшақтап, сүйіп, махаббатыңды көрсетсең, тынышталып, айттан ойнап кетеді, ары қарай ісіңді жалғастыра бересің. Ол қашпайды іс деген. Тіпті баланы жылатпаймын деп баланың артында жүре бергенде менімше дұрыс емес. Манипуляция деген бар. Бала сезімтал. Ол келесі жолы кез келген нәрсені солай жылап алмақшы болады. Сол себепті бұл жерде ситуацияның өзіне ары қарай кіріп көру керек та. Егер сағаттап жылатып қойса, дұрыс емес.
Ал жаңағы дастархан жайғанда басқа қыздар тиісіп жатыр ғой, өзі ештеңені дайындамады, қызы бәрін дайындап деп. Ода тұрған қандай әбестік бар? Егер қызы дайындаса, оны анасы солай дұрыс тәрбиелеген. Сол дайындауға осы анасы жеткізген. Яғни бұл ананың жетістігі. Қаракөз, сіз өз сұхбатыңызда мен қатал анамын деп өзімді ойласам, бірақ мөлдір менен де асқан қатал екен деп айттыңыз. Неліктен? Не себепті? Бала мамасынан ары отырып басқа адаммен ойнап жатса, обычно бала деген анаға жақын болады ғой. Мысалы, қызына барып ойнап жатыр да, ол кезде енді анаға жақын болса, ананың қасында ойнайтын еді. Менің ойымша жақынырақ отыратын еді. Сол себептен негізі айналып келіп мен қасыма келіп отырды ғой. Қызым айналып келіп отырды ғой. Білмеймін, ана видеода да көрініп тұр ғой, негізі ары отырған. Сол бір мезетті қайтадан ондай болса көрейікші, өйткені сіздің тұңғышыңыздан осы балалар жөнінде сұраған екенсіздер. Менің түсінгенім, көбінесе тұңғыш қызыңыз сізге бала тәрбиесінде де көмекші. Әрине көмекші. Баласы өте, опять же, қырсық. 4 баласы бар, ладно, енді үлгермейтін шығар, бүйтетін шығар, бірақ арада бір ерке бала шығар, бірақ өте қырсық екен байқадым. Мені де тыңдамайды, жаңағы басқасын да тыңдаған жоқ, мамасының жол құлап, прям сондай не істеді. Сен шаршамайсың ба? Шаршайтын сияқты ғой, бәрі осы істесе шаршайды ғой. Шаршайсың ба? Балалардан кейде кетіп қалғың келе ма? Вообще, садикқа апарып тастағым келеді. Қайтып оралмасын деп. Қызым мат қойып жүрді. Мен шаршаймын. Қалай айтты? Маған керек емес мына балалар. Жоқ болып кетсе екен деп ойлаймын деді. Значит, қызы қарайды, көбінде қызы қарайды. 12 жастағы қыз шаршайды ондай нәрседен. 12 жастағы қыз емес, даже өзіміз шаршап кетеміз ғой. 24 сағат пахать ететін сияқты көрінді енді. Жаман айтты. Бірақ сен мынаны сұрадың ғой. Бірінші мен мынаны туғанда екеумізді неге бардық? Керек па деп. Иә, ол осыншама күткен. Сол кезде жаңағы УЗИ-ға барғанында мальчик дегенде бұл жылаған. Аслай, өсіп келе жатыр ғой енді, ана кішкене өзіне қарағысы келеді, сабаққа, иә. Садикте қанша балаң қарайды, үйіне келеді кішкене шаршайды ғой, шаршаңқырап болады, тамақ дайын болса екен, ұйықтамсам екен деген сияқты дайындалып келеді ғой енді үйге кіргенде 4 баласы жүгіріп шыққан кезде ана бүйтіп басын ұстайтын шаршы. Жұмыс жасаймын, бүйтем дейді енді, бірақ балаға мейірім керек, балаға тәрбие керек, ананың. Ол қайтеді оның біреудің балаларын тәрбиелеп, кешкісін шаршап, үйге барып ұйықтап қалып, онда вообще тәрбие жайында әңгіме айтпай-ақ қойсын да негізі. 1 жастағы қызымды тастап жұмысқа шықтым. Бір үлкен қызымның несін орындайын деп шықтым. Өйткені қызым айтты: мама, мен музыкальный мектепте оқып жатырмын ғой, маған флейта сатып әперіңізші деді. Сондықтан сол флейтасын алып берейін деп шықтым. Қызынан сұрап едім отырған кезде, мамаң жұмыстан келген кезде не істейді деп едім. Жұмыстан келеді, жатады деді. Сосын ойлап қойым, негізі вроде тәрбиеші, бізге көп ақыл айтып жүрген сияқты еді. Бірақ осылай балаларына көңіл бөлмейтін ананы көрдім мен негізі. Бала тәрбиесі жағынан 2 деген баға қоямын. Мен енді мына 4-өінде қарап отырмын. Біреуі эгоцентризм, өзін ғана көрсеткісі келетін адам, эгоцентризм. Екіншісі бәсекелестікпен келген адам, ол әр комментариясын айтқан бәсекемен. Қазір мен бұған жоғары бал қойсам, қалып қоям ғой деген ойда отырды. Үшіншісі кең аумақты қамтылған көз қарасын түсіндіреді. Мына кісіде де басқа кемшіліктерді қазір көреміз деп ойлаймын. Бұл кісі көбіне публикаға ойнайтын адам сияқты менімше. Жасаған, мысалы үшін мен сондай әйелдерді де көргем, енді артық айтпай-ақ қойын, жасаған пелменін, бүккенін бәрін түсіріп елге көрсетеді. Ол адамға шынымен де ол нәрсе жетіспейді. Сондықтан да елден сондай бір комментарий алу үшін ғана сол дүниесін көрсетіп жатыр. Ал шын мәнінде ондай емес. Ол шын мәнінде ондай емес. Сондықтан сізден бәлкім бір бала бар шығар. Ол ситуацияға сіз мүлдем кіріп көрген жоқсыз. 4 баламен. Ол 4 баламен бір бала, бір бөлек дүние. Бұл жерде бізде өштену.
Потому что адам өзі бізден бәлездеді, бізде қайтардық негізі бар ғой, ол сұрақ бәріңізге бірдей қойылды ғой. Бірақ бұл Бірақ ерекше енді жауап беру ерекшелігі әртүрлі. Мен соған айтып отырмын. Басқа ештеңе емес. Мен бастапқыда жаңағы Мөлдір ханым барлығына тиіскен кезде менде де сондай сыни көзқарас болды. Көрейікші қазір өзі не істер екен, өзі қалай баланы тәрбиелейді екен деп. Бірақ қазір қарап отырсам, иә, Мөлдір ханым, қыздардың титығына тиіп қойғансыз, бірақ жаман ана деп айта алмаймын. Жаңағы сұраққа айтып отыр ғой, 12 жасар қыз шаршаған, ойнағысы келеді ғой. Ода тұрған не бар? Мен де кішкентай кезімде артымнан ерген бауырымды тәрбиеледім. Мен де сиырды саудым, мен де құртты жасадым. Одан жаман болған жоқпын. Қазір мен соған анама алғыс айтам. Я жақсы ол үйреткеніңіз, пирог жасайды, анау бәрі жақсы, бірақ бәрінің шегі бар. Былай, чтобы бала отырып, я мен шаршадым деген кезде ол уже бір звоночекті уже көрсетіп жатыр, мен шаршадым өзі деп жатыр да. Өтірік емес, бала өзі айтып жатыр ғой. Сондықтан да шамалы енді еще флейтасы бар, английский бар, сабағы бар, анау бар. Мынау қашан демалады, қашан өз құрбыларымен ойнайды, қашан хотя бы бір білмеймін, өзі жатады, жарайды айтайықшы, мамасы сияқты жатқысы келетін шығар ол. Мына кісі де араласып кеткен болды, мына жақта авторитарный, осы кісі үйде не айтса сол болу керек, уже наказание да бар сияқты ол үшін. Сол үшін ол қыз ол жауапкершіліктен қаша алмайды. Қуаныш мырза, енді авторитарлы ана емес, басқаша ана болуға ұмтылу керек пе? Әлде бұл да бір бақытты отбасының моделі ме? Психология жағынан екі қате байқадым. Бағанадан сөйлегеніңізден, телевидениядан. Роль автор деген бар, роль жертва деген бар. Сізді тыңдаса, сіз көбінесе жертвасыз. Жаңағыдай, енді почкама операция жасадым, қиналдық, андай флейт үйренгім келді деген сияқты. Еріксіз дедім соны депші. Бұл айтқанда, бәрібір істеу керек. Мысалы, флейта оны менің қызыма ғой. Сіз сопротивляться етіп жатсыз, сопротивляться етсеңіз, сізге мына айтқан ақпарат пайдалы болмайды, қайырлы болмайды. И А пунктынан Б пунктына бәрібір жетеміз ше. Бірақ или біз автор болып гордо жетеміз достойно, или сүмірейіп бәрібір жетеміз деген сияқты. Сіз жетіп жатсыз, бірақ андай жертва болып ше. Жұмыстан келіп жатады екен деп жатырсыздар. Ода тұрған не бар? Я адам шаршайды, ол терминатор емес қой. Біздің келетімізді біле отыра, енді кішкене өзі дайындалса болады деді ғой, барлығын қызына ол айтып отыр. Жоқ, оның барлығы емес, енді ол жерде енді әйелдердің арасы болғандықтан. Я, әрине оның бәрі қызға, бірақ мен жұмысымнан сұранып, негізі мен жұмыс жасаймын ғой, енді. Бәрі жұмыс жасайды ғой, мұнда ешкім ерінген жоқ. Жұмысымнан сұранып, келіп бәрін жасадым. Әрине қызым көмектесті. Мен көмектескен жоқ, ол отырды деген жоқпын. Қызым көмектеседі. Әлі де көмектеседі. Сіз қызым жасады дедіңіз ғой. Иә, қызым жасады деп мыналарға былай айттым, бірақ көмектеседі. Ана мақтанады. Менің де анам кішкентай кезімде айтатын, қызым жасады деп. Ал шын мәнінде қарасаңыз, менің анам 70% жасайды, қалғанын мен жасаймын, бірақ мақтанады. Бұл балаға мотивация береді. Мотивация берсе бере берсін ғой, бірақ бізге келгенде не үшін ол айтады? Сен өзің жасадың ба? Точно ма? Деген сияқты не үшін ол айтады? Көрдіңіз бе, мен бағана сөзімнің бірақ мен сен өзің жасадың ғой деп айтқанның өзінде де Қаракөз, мен өзім жасадым деген жоқпын. Көрдің ба, мен қызым жасады деп тұрмын. Сен құсап, мен бәр магазинде сатып алдым, көмектесті. 10 жас емес, 12 жастағы қыз. Мен де кезінде ойлайтын, біріншісін дұрыс ұстап алсам, қалғандары пойызбен кетеді деп. Енді бізді солай тәрбиеледі. Әр баланың тілі болады, жылаудың да түрі болады дегенде шындап тыңдасам, ананың өзінің характері, мынаның өз и ана типа біріншісін өсірдім, енді өздерінің дұрыс емес екен. Индивид. Әр баланың мінезі әртүрлі ғой. Қорыта айтқанда, Мөлдір біздің сарапшыларымыздың айтып жатқаны, сіз өзіңіздің тұңғыш қызыңызға көп жауапкершілік артпай, керісінше сол жауапкершілікті өзіңізге алып, ал қызыңыздың емін еркін жағдайда өсуіне, аулада барып ойнауына, еркелеуіне, өзінің бір уақытын болуына мүмкіндік беруіңіз керек. Ханым, мен бір нәрсе айтып кетсем бола ма? Әрине. Ақыл деп айтпай-ақ қояйын, кеңесім болсын. Мен өзім өмірімде өткеннен кейін, мысалы, сен айтып жатсың ғой қазір, мен өмірімде қанша қиыншылық көрдім деп жатсың. Вот сол қиыншылықты кішкене көрмес үшін, кішкене жанындағы басқа адамдарға тіліңді жауып, ішіңнен сақтап бейтіп, оның көңіліне қарап сөйлеу. Сонда ғана сенің жолың дұрысталады. Қиындық көрмейсің, мен саған 100% сөз беремін. Қандай семья бұзғыш әйелсіз деп сөйтіп айтып едім. Сен жақсы болсаң, сен әдемі болсаң, сен оқыған, сондай ухоженный болатын болсаң, күйеуің неге маған келеді деді. Біздің кез келген келіншек қаржылық
тәуелсіз болуы керек. Ең бірінші сіз, сосын күйеуіңіз, сосын балаларыңыз. Қатал немесе әділ аналарымыздың бағасын білетін кез келді. Ақмама реалити жалғасады. Бүгін бағдарламаның 3-ші күні. Аналар Мөлдір Көшекбаеваның үйінде қонақта. Түрлісін айтып қарсыластарының қытығына тиген ол балабақшада тәрбиеші болып жұмыс істейді. Шугаринг жасағанды үйреніп алыпты. Бұл өнерін ол әселге көрсетті. Ойбай, тоқта! Жайырақ кішкене аяз айш. Сұхбат барысында Мөлдірдің тұңғышы өз анасын да таң қалдырды. Шаршайсың ба балалардан? Кейде кетіп қалғың келе ма? Вообще, садикқа апарып тастағым келеді. Қайтып оралмасын деп. Студия қонақтары мен аналар кейіпкеріміздің тәрбие әдісін авторитарлы десті. Мына жақта авторитарный осы кісі үйде не айтса сол болу керек, уже наказание да бар сияқты ол үшін. Мінез шіркін бірде шуақ, бірде мұң. Мөлдір мұны мойындайды. Соның салдарынан шаңырағының шайқалған кездерінің де болғанын жасырмады. Телефонға біреу звондайды, далаға шығып кетеді, қайттан біреу звондайды, далаға шығып кетеді. Сосын далаға шығып, мен де бүйтіп тыңдап тұрсам, әйелім дауыс шығады, ойбай, шошып кеттім. Содан жаңағы номерді алып алдым да, жаңағы әйтеуір әйел деген не орысшалап хитрая болады дейді ғой, әйтеуір аласың ғой номерін. Алып алдым да, күндіз звондадым. Сіз қандай семья бұзғыш әйелсіз деп сөйтіп айтып едім. Сен жақсы болсаң, сен әдемі болсаң, сен оқыған, сондай ухоженный болатын болсаң, күйеуің неге маған келеді деді. Сосын мен ол әйелге шық теңге деп айтпадым. Не макияж жоқ, скрывать ететін хотя бы әжімдерінде. Мен какая есть, такая дегеннен кейін күйеу изменять етіп отыр. 24 сағат жұмыс жасап жүрсе де, қиналып, жаңағыдай әйелі барынша тырысып жүрсе де, көзіне жаңағыдай шөп салған, измена жасаған деген, ол білмеймін енді. Мен болсам кешіре алмас едім, білмеймін. Күйеуіме неге бардың, ол не деген әйел деп айта бермедім. Сұрамадым, ештеңке, ол өзі айтты. Мен барған жоқпын, ешқайда барған жоқпын. Ол еркектің несі ғой, мойындаған жоқ. Мен оны қазбаламадым. Біздің бір жақсы неміз, көп нәрсені қазбалап, бір-бірімізге айтып, анау ше, мынау ше деп бұрынғы нәрселерді айтпаймыз. Сонымен мен түсінгенім, күйеуіңіз көзіңізге шөп салған. Иә. Сіз оны білдіңіз, кешірдіңіз. Иә. Бір 3-4 күндей звондағанға батылым жетпей жүрді. Сосын бір күні немнің бәрін жинап алып, звондап көрейін енді, бұл қандай адам екен деп звондағанымда жаңағы жауапты айтты да, сонан мен телефонды қоя салдым. Осы оқиғадан, осы бір тарихыңыздан не түйдіңіз? Және өзге аналарға қандай кеңес бересіз? Мен минусты өзімнен іздедім. Мен не үшін, неге деген сұрақ болды. Неге? Мен жаңа үйлендім, бала туып жатырмын, жүгіріп жұмыс істеп жүрмін. Неге деген сұрақ өзіме үйге кәдімгідей үстіме су құйып жібергендей болды да, үйге сондай бір состояниеде бардым. Не себепті деп ойлайсыз? Өзімнен іздедім минусты. Мен өзімнен іздедім. Таптыңыз ба? Таптым. Не екен? Таптым, психологтардың көмегін алдым. Басты жасаған қателігім, қалай айтсам болады, ұялып тұрмын десең. Айтып өсі шықтай. Ау? Не аласың? Жаңағы түнгі мәселесі шығар деп ойлаймын. Кейбір еркектер система жүйелі түрде жаңағындай қыдырады. Енді басқа әйелдерге барады. Енді мен енді солай ойладым, енді өмір бақи сол әйелге жазып қалмаған шығар, мүмкін бар, көргісі келген шығар деп ойладым. Міне, соны айтқым келіп тұр. Кейбір еркектерде ол бір реттік қана әлсіздік. Бұл жерде кешіре білген Мөлдір ханымға үлкен ерлік ол. Бірақ дегенмен де осындай ситуация біздің қыз-келіншектердің көпшілігінің басынан өтіп жатыр. Бұл жерде не істеу керек? Жаңағы шугаринг жасап жүр ма, бақшада істеп жүр ма, дұрыс істейді. Біздің кез келген келіншек қаржылық тәуелсіз болуы керек. Ертең қандай жағдай болатынын біз білмейміз. Еркек кететін болса, 10 баламен де кете береді.
егер ол сондай Баламен ұстап қалу мүмкін емес. баламен ұстап қалу Ешқашан мүмкін да емес. ұсталмайды Сондай екенсіз. жағдайда 4 баланың анасы ретінде сол баланы тамақтандыра алу үшін, аяғынан тік тұрғыза алу үшін қаржылай тәуелсіздікке ұмтылғаныңызға рахмет, үлкен ерлік деп санаймын. Орысша айтқанда, изменяют. Почему тебе изменяют? Потому что ты изменяешь себе. Өзіңді таңдамағанда, мысалға даже басында да айтып атқанда, қандай арманың бар? Балалардың арманын айтып кеттіңіз да, өз арманыңызды әлі естіген жоқпын. Менің негізі арманым үлкен мынандай қаланың сыртында үйім болса, мен күйеуіме қайтадан бәрі семьяға, отбасыға, балаларым тұрсын, күйеуім тұрсын, бәрі сол же. Өзіңізге отырып үйде просто ойлаңызшы, мен өзіме, балаларым өсіп қалды, кетіп қалды, бәрі күйеуім кетіп қалды, бәрі кетіп қалды, мен жалғыз қалдым, не істеймін ары қарай? Мен магазин ашып алатынмын да, магазинде сауда. Вот, ол уже басқа әңгіме да. Вот это вот отбасыға, балаларға күйеуім анау мынау деген ол не да, біреуге ұнау үшін кейде әйелдер сөйтіп айтады. Қалғандар бәрі, молодец, сондай ел деп. Отбасында еріп кету. Өзіңізге ешқашанда нетпеңіз, айырбастамаңыз соған. Сіз ең бірінші сіз. Сосын күйеуіңіз, сосын балаларыңыз, сосын семьяңыз, ары қарай общество и так далее. Бақытты ана, бақытты бала, бақытты отбасы. Сондықтан да Мөлдір ханым, өзіңізді жоғалтып алмаңыз. Сіздің айтқыңыз келген осы. Әрине өзімді сүйемін. Ендеше қазір экранға назар аударуларыңызды сұраймын, өйткені біздің қатал, немесе әділ аналарымыздың бағасын білетін кез келді. Мен бірінші тұрған. Сонымен әсел бала тәрбиесі 2, үй шаруашылығы 3, өзін дамыту 2 деген бағаны қойыпсыз. Шынайы жаңағындай өзімнің ойымды айттым, және өзімнің ойымдағы бағамды қойдым. Әркім әрқалай қабылдайды. Мүмкін әселге осылай көрінген шығар. Өзін дамытуға 2 қойыпты. Мүмкін. Олардың көзқарастары өте бөлек. Қаракөз өзін дамытуға 4 деген бағаны қойыпты. Бұл жоғары бағалардың бірі деп санаймын, үй шаруашылығы. Енді мен андай маған қадалып қалды деп бүйтіп бағаға жабысып қалатын адам емес, мен справедливый адам болған. Кек сақтаған жоқсыз? Кек сақтайсың. Сонда да құрсыншы дедім да, енді ана ғой бұл да енді. Не дегенмен 4 бала тауып отыр. Мен сияқты бір баламен бүйтіп жүрген жоқ та, не байға тимей, не құдай алмайды, не бай алмайды деп қылып қояды. Еңбекқор, еңбегі бар. Еңбегі бар, былай айтамын. Бала тәрбиесіне 3 точно баласы қырсығып жылаған. Мынаған жоқ, жек көрмін ондайды. Үй шаруашылығына 2. Енді не үшін екен, тазалығына, именно жаңағы алкогольге байланысты. Сен неге қарамадың? Мен пәтерде тұрсам да гүл өсірем. Соларды қарамадың ба? Ол жақсы, мен енді оны адам деген жаман, сразу жаманды байқайды ғой. Жақсыны байқамайсың ғой. Жақсыны айтты. Сонымен баян, сіз бала тәрбиесіне 3 деген бағаны қойыпсыз. Сіздің ойыңызша қандай кемшіліктері бар? Бұл қызға да өзде кейде айтады, жаңағы флейта ойнаған кезде тыныштық болып ойнаған жақсы көрем, сол себебі балконға шығып ойнаймын дегенде айтты да. Соған кішкене бүйтіп қарадым, кейінде бойжеткен қыздың өзінің бөлмесі болса ғой. Енді бұл кісілердің жағдайын түсіндім, кейін болатынын білеміз ғой. Енді соған сәл енді төмен болды. Төмендеттіңіз. Үй шаруашылығына 3 қойдыңыз, өзін дамыту 4. Үй шаруашылығында не ұнамады? Гүл өсірем деді, енді мен көп былай тіміскелеген жоқпын, бірақ гүл өсірем деп алдыңғы нелеріне қарадым да, сол гүлдерін қарадым, кішкене болды енді. Гүл үшін бердің десейші? Иә, ішінде болды кішкене андай солып қалған жапырақ деген сияқты қатты қарайтын көрдім да. Гүлдерін де айттым өзіне кейін. Дұрыс үстінден ауырады ғой олар деп айтты, біз білмейміз ғой. Гүлдер де үлкен жауапкершілік шын мәнінде. Жеке өзіне барып айттым. Гүлде бала, дұрыс айтасыз. Сонымен Мөлдір Көшекбаева аналардың берген бағасы осындай болды. Естеріңізге салып өтейін, үздік ананы анықтау барысында мамандардың да ұпайы ескерілетін болады. Әрбір сарапшының бір анаға 5 ұпай беруге құқы бар. Ертең біз блогер мама Әселдің шаңырағына баратын боламыз. Онлайн өмірде белсенді ана, офлайн өмірде қандай екен? Ертең дәл осы уақытта КТК арнасын қосыңыз. Жүздескенше. Именно жаңағы бала ұратын, жылайтын неге алдың?
миымен телефонның ішіне кіріп кетеді ғой. 2 жарымда жастағы бала келіп бүйтіп отырып жоқ десе жоқ, я десе я дейді. Әйел адам тыңдаған кезде балалар робот сияқты болу керек ше. Бала жылаған кезде бұл беріп құтылған. Блогер болып ананы түсіріп, қай уақытта оны иілеп үлгересің. Баланың қасында Әсел сен жоқсың. Барсың, бірақ сен жоқсың. Привет, ендеше сіздердің берген бағаларыңызбен мамандардың берген бағаларын қосып қорытынды балды білсек.